мол деп есептеймін. Жалпы алғашқы сұрағым, біз бірінші намазды біз не үшін оқимыз, бізге намаз не үшін керек? Осыны бірінші анықтап алайықшы. Құндылығын, дініміздегі орнын айтып берсеңіз. Unlock your stay for less with app-exclusive prices. Download the free Booking.com app today. Впечатляющая мощь. Добро пожаловать в русскую цивилизацию. У тебя тоже порядочные мощи. Алла разы болсын, бүгінгі подкастқа қонақ қылып шақырғандарыңызға алдымен Алла тағала саны мақтаулармен мадақ болсын, және пайғамбарымызға Алланың игілігімен сәлемі болсын. Жалпы намаз деген кезде ең алдымен біз бұл тікелей мұсылманның Алламен байланыс екендігін түсінуіміз керек. Мысалы, көпшілігіміз біз миғраж түнін білеміз, пайғамбарымыздың ол түнде Раббымызбен сөйлескенін мойындаймыз, Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам миғраж түніне көтерілген кезде ол үмметі үшін де сондай жақсылықты қалаған ғой, сол нәрсені сезінсе екен деп. Содан кейін де намаз мұсылманның миғражы деген сөз бар. Яғни намазда біз Алла тағаламен тікелей тілдесетін, Алла тағаламен тікелей қарым-қатынасқа шығатын, еш делдалсыз ішіміздегінің бәрін айта алатын бір үлкен мүмкіндік. Ең алдымен ол намаз парыз. Біз білеміз, мұсылманның 5 парызы бар. Және осы 5 парыздың ішінде ең алдымен калима шахадатты айту, яғни мұсылман болу. Мұсылман болғаннан кейін оған ең алдымен намаз парыз болады. Себебі зекеттің өзінің шарттары бар. Яғни зекеттің шарттарына сай келмесең, сен зекет бермесең болады. Оразаның да шарттары бар, қажылықтың да шарттары бар. Яғни осы қалған 3 парыздың егер бір шарттары мұсылманның бойында болмаса, ол оған парыз болмайды. Алайда кез келген ақыл есі дұрыс, кез келген балиғатқа толған мұсылман үшін намаз парыз. Қандай жағдайда, мейлі пайғамбарымыз айтады, тұрып оқысын, тұрып оқи алмаса, отырып оқысын, отырып оқи алмаса, жатып оқысын. Яғни ешқандай жағдайда мойныңнан түспейтін парыз құлшылық. Енді осы жерде біз мына нәрсені білуіміз керек. Парыз деген кезде біз білеміз оның міндет екендігін, ал егер оны кім орындамайтын болса, оған күнә жазылатындығын, ал кім оны мойындамаса, ол адам діннен шығып кетуі мүмкін екендігін білеміз. Сондықтан ең алдымен енді үкім жағынан келетін болсақ, ол намаз парыз. Яғни